Көкшетау қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі мемлекеттік мекемесінің жанындағы Достар мәдениет сарайы қаладағы мәдени бұқаралық және ағарту жұмысының орталығы болып табылады. Мәдениет сарайының жұмысы жан-жақты және әртүрлі жанрлы. Қала тұрғындарының мәдени-эстетикалық деңгейін арттыруға, халықтың барлық жастағы және әлеуметтік топтары үшін мәдени демалысты ұйымдастыруға бағытталған. Мұнда 40 клубтық құрылым жұмыс істейді. Онда әр қатысушы өз шығармашылық мүмкіндіктерімен қалаған ісімен айналыса алады. Шығармашылық ұжымдарға 1330 адам қатысады. 2023 жылы Мәдениет сарайының ұжымы қала мекемелеріне, соның ішінде балалар үйлеріне, қарттар үйлеріне және зағиптар қоғамына 90-нан аса концерт ұйымдастырды. Жыл сайын Мәдениет сарайы жанындағы шығармашылық ұжымдарының саны артып келеді. Қазіргі уақытта халықтық және үлгілі атағына ие болған 6 ұжым бар. Олар Арай, Асыл мұра би ансамбльдері, Балақай үлгілі балалар студиясы, Таволга фольк-шоу тобы, Балқадиша фольклорлық ансамблі және Импульс үлгілі заманауи би ансамблі. Мәдениет ошағында мәдени демалыс қызметін ұйымдастырумен 19 маман айналысады. Олар шығармашылық ұжымдарға әдістемелік, ұйымдастырушылық көмек көрсетеді. Халыққа өздерінің мәдени қажеттіліктерін қанағаттандыруға, халық шығармашылығын дамытуға көмектеседі. Достар мәдениет сарайының ұжымы үнемі шығармашылық ізденісте, көптеген жаңа жобаларды сәтті іске асыруда. Дарынды талантты балаларды анықтау мақсатымен бастау алған Талант Тайм телевизиялық жобасы отбасылық құндылықтарды, ұлттық дәстүрлер мен әдеп ғұрыптарды насихаттау мақсатында Ақбосаға отбасы және бос уақытты ұйымдастыру орталығы жұмыс жасауда. Жыл сайын өткізілетін таланттар алаңы, дауыс 60+, ер намысы, ел намысы және басқа да көптеген байқаулар дарынды адамдарды анықтауға бағытталған. Биылғы жылы достарлықтардың мәдени қызметтердің сапасын арттыру, мәдени демалыс қызметінің түрлерін кеңейтуге, көркемөнерпаздар шығармашылығындағы жаңа бағыттарды дамытуға бағытталған үлкен жоспарлары бар.